достар, сіздермен бірге Перизат және де онлайн сауда компаниясы. Біздің бүгінгі видео блогымыз жүгері аппаратын қайнататын қайнатқыштарға және де оның шкафтарына арналады. Яғни ыстық жүгері дайындау бұл бізде B2B деген бизнес, яғни бизнес to бизнес. Бұл дегеніміз сіз осы ыстық жүгері аппаратын сату арқылы тағы да өзіңіздің клиентіңізге оны ары қарай бизнеске айналдыруға мүмкіндік бересіз. Яғни өзіңіз бизнес жасай арқылы келесі бір кісіге бизнеске айналдыруға мүмкіндік деген сөз. Бұл сөзді, яғни осы кәсіп тілінде B2B деп атайды. Енді нақтырақ кукуруз аппаратымызға көшетін болсақ, кукуруз аппарат бізде екі түрлі құрамалардан тұрады. Оның бірінші бізде қайнату аппараты және де оның шкафы. Әрбір бөлшектеріне жеке-жеке тоқталып өтейік. Мінекей бізде жүгері аппараты өзі материалы пластиктер және де өзінің негізгі материалы болаттан жасалған, тоттанбайтын болат деп аталады. Оны негізгі мінекей үш түрлі несі бар, қорабында үш түрлі зат комплектте. Яғни ол негізгісі крышкасы, қақпағы және де оның дөңгелек мінекей тетіктері, бізде салған жүгеріні ұстап тұратын, және де оның қайнатқыш қазандығы. Қазандықтың іші мінекей мынандай болады. Бізде бұл аппарат тоқпен жұмыс жасайды. Бұл жердегі тағы да бір айта кететін сақтық шарасы, яғни кукуруз аппараттың іші қазандығы ешқашан сусыз қалмау керек. Ішінде су болған жағдайда оның жұмыс жасау режимі жақсы болады. Бұл қалай жұмыс жасайды деген сөз. Мінекей бұл жерде бізде төрт түрлі кнопка көрсетілген. Бұл кнопкалардың бірінші тетік бұл негізгі тетік деп аталады, яғни аппаратты қосып өшіру тетігі. Екінші кнопка бұл бізде 800 Вт және де 500 Вт деп аталады. 800 Вт дегеніміз, яғни бізде салған жүгерімізді тезірек қайнату үшін біз 800 Вт-қа қойып қайнатамыз. Ал егер сіз жай асықпай қайнатам деген болсаңыз, ол кезде 500 Вт-қа қойып қайнатасыз. Ал қайнағаннан кейін іштегі температураны бір қалыпты ұстап отыру үшін мінекей соңғы кнопка, яғни кнопка подогрева деп атайды орыс тілінде. Осы кнопкаға қойып, оны бір қалыпты температурада сақтауға мүмкіндік береді. Енді бұл аппаратқа қанша жүгері сияды деген сұрақ. Яғни байқап отырсыздар, бізде формасы бойынша дутый дейді ғой, яғни пішіні үлкен, көлемі. Соған байланысты ішіне 15-20 немесе одан да көп жүгері сыйдыруға болады. 15-20 деп ататын себебім, ол бізде жүгерінің ұзындығына және де сортына байланысты. Егер мегатон немесе тағы да басқа түрлер болатын болса, яғни ең үлкен жүгерлер салсаңыз, ұзындығы үлкен болатын болса, олар 15 данадан сияды. Ал егер сізде шағын немесе кіші жүгерлер, олар 20-25 данаға дейін сияды. Және қайнату ұзақтығы қанша минут? Қайнату ұзақтығы әртүрлі, ол да сіздің яғни таңдаған жүгеріңізге байланысты. Егер сіз жаңа свежий балған жүгерлер таңдайтын болсаңыз, олар 15-20 минут аралығында піседі. Ал егер ең кепкен қатты жүгерін салып қайнатқан уақытта, олар жарты сағат аралығында пісетін болады. Және де бұның тағы егер дайын болған жүгерлерді осыны қораптан тыс, яғни тағы да сізге екінші партия қайнату керек болса, оны мінекей осындай заттарға алып, және де сіздің клиенттеріңізге көрсету үшін, мысалға қандай жүгері сатып жатқаныңызды, яғни дайын болған жүгеріні қайнатқыштан шығарасыз, және де осындай қосымша ыдыстарға салып көрсетіп қоюыңызға болады столдың үстінде. Сол үшін мінекей осынша қосымша орын бар, бос тұрған. Немесе тағы да егер мынадай бір сізге лист жеткіліксіз болатын болса, оған қосымша лист алып қоюыңызға болады. Немесе тағы да бізде екі көздік осындай шкафтар бар, яғни бір мезгілде сіз екі варканы қойып қайната берсеңіз болады жүгерілеріңізді. Енді шкафына өтейік. Шкаф бізде екі түрлі материалдан жасалынады. Олардың сапалы жақсысы мінекей алдарыңызда тұрған ламинаттан жасалынған шкаф, ал екінші түр, то есть столешница деп аталады бұл шкаф. Яғни сапасы жақсы, су тиген кезде көтеріліп кетпейді.
Мінекей өздеріңізде байқасаңыздар болады, мынаның жиектеріндегі барлық жабыстырылған нәрсе қағаздары, яғни қағаз емес, бұл пластиктен жасалынған. Жиектері су тигенде көтерілмейді және де бұзылмайды. Және столешница, яғни өздеріңізде білесіз, бұлар беті қалың болып келеді және де салмақта да жақсы көтереді. Ал екінші арзан түрі, олар бізде ламинаттан жасалынған, яғни олардың формасы жұқа және де жиегіндегі жабыстырылғандары қағаз наклейка болады. Сонымен қатар, мінекей шкафтың сіздерге ішін таныстырып өтейік. Міне ішкі жағы. Мінекей. Ішкі жағы, яғни екі есігі бар. Бұның бірінші жағы сіздерге қосымша заттар салып қоюға арналған бос орын. Ал екінші жағында мінекей мынау орынмен, яғни сіздер кукуруз аппарат мінекей түскенде олар қарай өтіп кетпейді, яғни ұстап тұратын болады. Және де осындай тағы да көптеген қосымша функциялары бар. Енді өлшемдеріне келетін болсақ, бізде өзіміздің кукуруз аппараттың, яғни қайнатқышы барқымыз. Диаметрі 38 сантиметр. Ол мінекей диаметр аталады, 38 сантиметр болады. Ал шкафтың өзіне келетін болсақ, шкафтың ұзындығы бізде 90 сантиметр, биіктігі 70 сантиметр, яғни еденнен төбесіне дейін 70 сантиметр болады. Ал өзінің жалпақтығы ені 50 сантиметр. Мінекей, ұзындығы 90, ені 50 және де биіктігі 70 сантиметр. Сонымен қатар бұның өте бір қолайлы жасалған функциясы, өзі 4 ролигі бар, дөңгелегі бар. Яғни бұны сіз видеода байқап тұрғаныңыздай жан-жақты орын алмастыруға немесе бір орыннан екінші орынға көшіруге тасымалдау барысында өте қолайлы болады. Роликтерінің немесе шкафтың және де оның маркасының сапалары өте жақсы. Сіздерге бір айға кепілдік береміз. Яғни сіздер алмастан бұрын бізде складқа келіп, сіздерге қосып тексеріп береміз. Ол бірінші, екінші, егер бір ай ішінде варка немесе де оның шкафы бір ақау келетін болса, сіздерге жаңасына міндетті түрде ауыстырып береміз. Тағы да бір соңғы сұрақ, бұл яғни ыстық жүгерімен айналысу жыл 12 ай жүретін бизнес. Яғни сіздер ойлап қалмаңыздар, егер жүгері бізде жаз айларында пісетін болғандықтан, онымен тек жазда ғана айналысуға болады деп. Бұл өте қате пікір, себебі жүгерімен жыл 12 ай айналысуға болады. Бұл қалай десеңіздер, бізде қыстық уақытта замороженный кукуруздар сатылады. Оны сіздерге тауып беруге біз көмектесе аламыз. Және де кукуруздың осы салқындатылған, мұздатылған күйін сақтап қалу үшін оны үйіңізде өздеріңізде жасауға болады. Яғни кукуруздың салқындату температурасы 18 градуста, ол 2 жылға дейін сақталады. Дәл осындай тағы да қосымша видеодан тыс сұрақтарыңыз болатын болса, бізге YouTube-қа немесе де чатқа жазыңыздар. Сіздердің барлық сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап береміз. Видеоблог сіздерге пайдалы болса, өтініш лайк басып отырыңыздар. Егер тағы да қосымша сұрақтар болса, өтініш бізге қалдырыңыздар. Пікірлеріңіздің әрқайсыңыз біз үшін өте қымбат. Күндеріңіз сәтті өтсін.